Барлықтарыңызға сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сүзбе мен манка қосылған құймақ пісіреміз. Бізге керек заттар: сүзбе, қант, манка, ұн және жұмыртқа. Сүзбеге 2 жұмыртқа қосамыз. 3 ас қасық қант қосамыз. Шым-шым тұз қосып, блендермен езіп аламыз. Венчикпен немесе қасықпен араластырсаңыздар да болады. 2 ас қасық манканы қосамыз. 2 ас қасық ұн қосып, қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Бетін пищевой пленкамен жауып, тоңазытқышқа 2 сағатқа немесе ертеңге дейін қойып қоямыз. Қасықпен құйып отырып, жай отта 2 жағынан қуырып аламыз. Құймағымыз дайын. Өте дәмді болып шықты. Рецептімен достарыңызбен бөлісіңіздер. Менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Рахмет.